өлең айтасың ба? Өлең айтам. Енді. Бұл қай жерде айттың? Лехан туған күнде айтқам. Кімде? Лехашы 72-деге. Қазір бастаймыз мақма? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп. 100-ге дейін кете бересің, 100-ге дейін. Сен санамайсың ғой, мен ғой санайтын. Сен санамайсың. Мен санамайым, сен санайсың. Разговор жоқ. Сол сөйту енді, қазір кеттік қазір. Қараш. 1, 2, 3, 4. Айтсен, не тұрсың енді? Санама дедің ғой, мен лоқып тұрсың ба мен? Санама дедің ғой, мен сөзіме жауап беруім керек қой. Санама. Екі сөйлемесе, брат. Айтсайсың маған бірдеңе деп айтсай. Айтам ғой қазір. 1, 2, 3, 4. Кеттік. Қаға. Сен тарта берсен, мен өзім қу жетіп аламын ғой. Сен тарта бер, мен өзім қу жетіп аламын. Сен қу жетіп аласың, жылқы қуып баратқан жоқсың ғой музыкаға. Бара жатқанда атты үстінде солай істейсің. Шын ат болатын болса мен тұрып тұр, бүйтіп кете беремін. Интересно, да? Да, Онда қосамыз киноға. қосамыз, да? Киноға қосатын болсың. Сен киноға қосамыз? Киноның қай жеріне қосамыз сені? Қай жеріне? Кино біткен кезде қосамыз. Жаз? Қалай? Кино бітеді. Кино бітіп, жазулар кетеді ғой. Автор сценарий, постановщик, режиссер деп жазулар кетеді. Сол жазудың ар жағында шаңның арасында жүресің сен. Атпен шауып жүреді, да? Интересно, да? Да. Интересно. Титрдің ар жағында. Титрдің ар жағында атпен шауып жүреді. Жаңағыдай трюктарды істесің. Сонда мысалы атпен шауып бара жатқан кезде, жаңа арт жағынан атқан кезде басың бұтына қысылып қалмай ма аттың? Қалай? Былай шауып бара жатқанда аттың бұтына басың қысылып қалмай ма деймін? Ойбай. Қалай қысылып? Шауып басың қысылып қалып құлап қалмайсың ба масқара? Ат енді екі бұтын қысып шаппайтын шығар. Шаба ма? Ат бұлай шабады ғой. Сол Марс ініңді айтамды, нәп-нәмбай өгіз сойып жатыр. Сол бір ағам бар ау, бір аяқ етін бере қояйын демейді ғой сол. Қоше болды. Қуанып қалады ау артына. Не құлығы отсың? Кеше сойдың, ердің тағы соясың, не ет жетпей жатыр ма? Сен осы бірдеңе сойсаң дәлелақтап апарып бересің осы бір аяғын, мынау сендерге. Қош болды. Маған бәрібір, мен өлмеймін. Ет жемей жүр дейсің ба, маған бәрібір. Өзіңнің өзіңе айтып жатырмын просто жай. Ту, ят болды мынау. Ассалаумағалейкум аға. Қалай інім, амансың ба? Қалыңыз жақсыздар ма? Жақсы, өзің қалайсың? Аға, паяльник бар ма? Бас үйде соғым сойып атқан? Соғым сойып атсың бір, ағам бар ау деп бір, ағаңа бір соғымның бір шарт етін әкеліп беруді өлмейсің ғой. Ой, аға өзіңіз кеше соғым сойып. Қойшы, кеше деме, жоқ, паяльник, жоқ болды. Бас немен үйттіңдер ал? Өйткен жоқ, шоғаренке апардық. Аяқтарын қалғанын қашулардың пезетпен жол тазалап алдық өзіміз. Жоқ болды бар, кетші бәді. Ағам дейді ғой. Ой, кез келген нәрсеге ренжіп ағасың. Қойшы болды, жоқ, кетші Бар бәді. кет деп тұр ғой, кетші сен сияқты біреу ал. Отырсашы деймін. Отырамыз, не болды? Отырғанымызға 30 жыл болды, отырамыз. Соны обязательно енді халықтың өзінше басу керек па бетіне, отырсай деп. Жоқ, отыр деп атыр ғой, бастамаймыз ба отыр? Имам қойып, жатайын мен үшін, жатайын мен үшін. Жақтал онда. Жатам, жатпағанда не? Жоқ, адам немене керексің берсін, босашы болды. Сен неме керек сосын мен? Бір ақ минут қалды ғой эфирге, бір ақ минут, вообще бір ақ минут қалмайды. 40 секунд қалды. 40 секундты өзіңе. 30 секунд қалды. 30 секунд болмақ. 20 секунд қалды. Көгерме болды, көгерме. Көгерем ба, қызарам ба, не жер жұмысым болмасын сен. Тағы да көк кнопканы басып. Болды, қонақтардың бәрі келіп отыр. Басташы енді болды ғой. 나 뭐 개 돼지? 야 나는 닭도 괜찮아. 내가 닭칼국수로 태어나서 다시 너를 만나도 안녕? 나는 겉절이랑 싸먹으면 더 맛있어. 이렇게 인사해줄게. 진짜로. Надо было мне сразу директором быть. Это так хорошо. У меня прям, знаете, даже как-то внутри все такое по-директориански. Хотите интересную работу, которая приносит много денег? Хочу. Хотите иметь успех у женщин? Да. И добиваться всего, чего только не пожелаете? Да. Тогда встаньте с дивана. О, лохотрон. Как вы? Нормально. Мы скучали тут без вас. Но нужно делать паузы, нельзя ж так надоедать сильно. Да вообще не надоедали. 3,5 года вас не было. Koşu. Вообще араласатын адам емес екенсің сен. Вообще мен араласпаймын сенімен. Мен алдымда мұрын үстіне бүйе шыққанда Google айтты осыған біреу ғашық деп. Сол шын екен, мені сол жігіт свиданияға шақырды. Біз киноға бардық та. Кіретін кезде менімен танысты да айтты, сен өте тәттіні жақсы көретін қыз сияқтысың деді. Қалай біліп болған білмеймін, тәтті жақсы көремін.
сосын 2 медовый попкорн алып берді, сосын 2 литр кола алып берді. Сосын мерейін шығарайын дедім. Анашым айтқан, мерейін шығарған қызсың сен біздің деген соң мен бәрін тауысып қойдым. Шыққаннан кейін маған айтты, сен сүйкімді, аяқ қолың балғадай қыз екенсің деді. Оны неге олай айтқанын түсінбедім. Сосын айтты, сені кездескенше күн жақсы, нөмірімді удалить ете сал, сен негізі жақсы қызсың, просто мен саған лайық емеспін деді. Конечно, лайық емес. Түрі деген. Ужас. Амал жоқ, бардың ұят болмасын, көңілін қалдырмайын деп. Сосын бірінші кездескенде кім 2 литр коламен 2 попкорнмен ғана жібереді. Шыққаннан кейін айттым, бір бургерден жесек қалай болады деп едім. Біреу звондады деді да, асығып таксиге мініп кетті. Түсінбедім. Саламатсыз ба ағай? Іштеге дайын емес қой? Дайын, бәрі Қайсы, дайын. не дайын, Не керек сізге? Не іштеге дайын тұтамынан. Дайындап қоймайсың ба студияны? Не мынау, а? Дайын тұр. Жақсы светті. Жақсы светті, жақсы светті. Өшір. Жақ. Өшір. Күйді, сауап. Ненормально, біреулер жинап ағасында да. Вообще мен... Не? Ағай, қолыңыздағы гүлді, көшеден сізді біреулер танып, халқыңыз қадірлеп, гүл берді ма сізге? Қыршы бар қандай, халық таниды. Өткен айда 14-не туған күнім болған соған түскен гүл ғой. Негізі ағай сізге бар ғой, горшоктағы гүл подарить ету керек. Не дей гүл? Горшок. Топырағымды ұстап жүрейін соны. Ненормально, сен де сәл бір түрлісің негізі, я? Ұсташы, берсей цветті! Арт жағымнан бер! Артымнан, немнеге ұятты ба? Берсей, цвет берсей! Артымнан тұсында цвет! Вообще сендер, осындайлар жаман екен осылардың. Айгөркім қалайсыңдар? Қалай, үй шамын ба? Айгөркім, мамашық біздің үйге барсам ба дегенде отыр ғой. Ой, сорлы қатын, бармайды, сен барсам ба деп жатыр. Бармайды, барсам ба деп жатыр. Сенің мойныңды үзіп бар ғой. Телефонды бағана қойып қойды, неменеге қарабыз? Телефонды бағана қойып қойды, қойсаңызшы, неменеге қарабыз? Сен сөйлеме. Сіз де сөйлемеңіз. Сен сөйлей бермеш, көп сөйлейді екенсің сен. Аузың жауап тұршы, мақма, сөйлеме. Бол, сөйлеме десеңіз сөйлемеймін. Өзімде сөйлегім көп тұрған жоқ менің. О, сөйлемеген ғой кетіп қаласам. Тек 4 қойсаңыз бол, сөйлемеймін. Ей. Сөйлемеймін. Маған қайда Мен саған сөйлеме дегенге мен сен сөйлеме деп, мен саған сабақ айтты, емтиханға жауап бер. Қалған бос әңгімені маған айта берме. Уақытым жоқ айында. Емтиханға жауап беруім керек пе? Емтиханға жауап беруім керек. Жауап беруім керек пе? Мына билеттерден ал біреуін. Мен сөйлеме дегенге мен сол күйі сөйлемей кететін шығармын деп ойлап тұрмын. Көп сөзді қойшы енді. Миым ашық еп тұрды сен сияқтылардан. Билет ал. Билет алуым керек пе? Өзіңе жауап бер де, сосын қайт. Не қылдысың? Естіп жатсың сен? Бұны не қылып жатырмын? Дуалап жатсың ба, айналайын? Сұрақ бар ма? Бар. Ой, құдайымна, өсекші де жетті. Сән бердік. Келін осы секін, не сәлім бұлай? Адам сияқты берсейші. Көшең ана басынан беріп келе жатыр, мұж, надайыл. Апа, не білдіріп атсыздар сіздер? Не білдіріппіз? Жоқ, мынау сіздің воротаңыз. Мынау біздікі. Ана түрік, өзбек, орыстар жинап біріккен ұлттар үйімін ашып атсыз ба, ордаға не істеп атсыз? Не жұмысың бар сенің? Ол менің квартиранттарым, үйге кімді кіргізем, кім шығарам, өзім білем айналайын.
неден болды екен? Бір вроде ешкімге жамандық жасаған жоқпыз, балдар осындай болып қалатындай бар ғой. Ешкімнің ала-жібін аттаған жоқпыз. Қонақ қарсы алып шығарыс одан басқа бар ғой. Түсінбеймін. Баяғыда сен осы киік аттың, осы киіктің киесі емес пе екен, жібермей атқан? Содан емес пе екен, Қойшай, одан емес, одан кейін мотоциклдан аударылып қалған жоқпын ба? Нормально, расчет, одан емес. Не, баяғыда бір біздің қойлармен бір бөтен қойлар ілесіп кетті ғой, 2-3 қой. Сол есіне келгенде жоқ деп артынан сойып алдың ғой, содан емес пе екен? Одан емес, одан кейін жұмаға барған жоқпын ба? Нормально, одан емес. Сен 5 жылда іштің ғой, үзбей, содан емес пе екен, Ішпей жатыр, одан кейін қойдым ғой. Одан мүмкін емес ол. Күстігіні баяғыда мысық мияулап тұрғанға сыртқа шығарып жіберіп едім. Содан емес пе екен, содан! Сенің кесірінен болып тұр ғой, балдардың бәрі сондай болып қалған. Киікті қайда қоясың? Жаңа 2 бөтен қойды қайда қоясың? Сен мысық шығарып жібергеннен жұмаға бардың ба? Жоқ. Мотоциклдан аударылдың ба? Жоқ. Вот енді нағыл дейсің, сенің кесірінен балдардың бәрі осындай болып қалған. Алдарыңызда Бекежанның талибандармен, жоңғарлармен, Америкамен соғысуы. Қабылдаңыздар. Көмек мыналар. Atmasa. Al ben yine kılay. Vay kapı. Oy bundan sadak mı desek? Pülümü sökün kumunu. 3-cü orunda xabarlar ruxsat etingizler. 3-cü orunda ие болған, әрине кім деп ойлайсыздар? Атырау қаласы Айгөл Аязбаева. Келіспеймін, әділдік жоқ. Мен сонда Атыраудан келіп, сонда мен 3-ші орын алуға лайықпын ба? 3-ші орын алуға лайықпын ба мен? 3-ші орын алуға қандай өнер көрсетіп жатырмын? Әділдік жоқ. Жоқ, сонда сіз нешінші орын алам деп келдіңіз? 4. Саған бірдеңе болды ау деймін. Жүрегім сезіп тұрды өткен. Не болды, Бекош? Не болды? Апа! Не болды? Төлеген. Ішіп жүр ма? Төлеген. Милицияға түсті ма? Не болды, айтсай? Төлеген. Не болды? Өлді. Sevcan. Ay bana şaştı. Arısım ay arısım. Aç ulan da. Manyak. Vampir. Kim senin cigitin? Tüyo bakama oldu? Жоғы. Kim edi? Мирамед Беспаев. Asmadan aydamakçı mı? Ne yapmakçı? Üylenip ketken ol. Almayın senin. Turğamın aldığında ciddi cigit akıptınız ol. Oldu mu o şu gitti? Айбай қошы жаман да майка киіп алған. Қазір сізден сұраса бар ғой, сіз директор болғам деп айтыңыз. Ey şırağım ol, mende аттестат жоқ қой. Енді оны кім тексеріп жатыр? Біреу тексеріп ма сізге келіп? Мам, сіз? Мен? Сіз 30 жыл гаранада істегенсіз. Мен ба? Иә. Мына тұрым мен ба? Ой, жарты сағатқа дедік қой. Болды. Біз Зояның ата-анасымыз. Ата-анасы, Иә, мен мамасы. Мамасы. 30 жыл бойы директор болып істеген. Ey, мен директор, сен гарано. Қоя берші. Содан мен директор, папасы гарано. Ey, мен директор, сен гарано. Мен директор, мен. Не болды? Қайын жұртын директорлікке таласты ғой. Сен директор, мен директор деп. Директорлікке таласып отыр. Күйола. Мен директор, анау гарано. Разговор жоқ. Кезде сен сужлан тұғысың. Шақпайтын ғой, оң жоқ еді ғой. Зәмзе шай ғой десем, мақыл деп, міне янынан бір өтесің, міне янынан бір өтесің. Оң жоқ еді ғой, сужлан сияқты едің. Үйленгеннен 3 жылдан кім болдың? Кім болыппын? Оқ жылан болдың. Шықты ғой, басын қақшаң.
Замзия шай қойшы, өзің қойбыш деп. Қоя салсайсың, аяқ қолың бар ғой деп. Одан 3 жылдан кім болдың? Кім боп мынау? Кобра болдың, кобра. Семірдің ғой дайдың. Саған қарап сөйлей алмай қалдық қой. Замзия десек, деп шығасың ғой. Болды, кухня қақта деп кете беретін болыпты. Өзім қоям. Қазір кімсің? Кім екем қазір? Айтпай-ақ қойын. Жоқ, айтса енді. Анакондасың қазір. Үйге кіруге қорқамыз ғой саған. Жұт жіберемедім. Сен бүйте берсің. Кекілбайдың үйіне барғанбыз. Тоқташ, не үшін ажырасың? Ал. Кекілбайдың үйіне барғанбыз. Ал бардыңыздар, ал. Кекілбайдың қызы күйеуге шыққан. Ал күйеуге шықты. Соның қалың малына 150 мың теңге әкел десе, мына алжыған шешең 200 мың теңге дейді. Соған бола ма? Кекілбайдың үйінде отырғанбыз. Ал. Әкелерің маған қарама қарсы отырып алған. Әй, қызының артынан 200 мың теңге әкеліпті ғой десем, 150 мың теңге дейді. Аржиет, 150 мың теңге дейді. Күле береді. Неме шегіп алған ба неме? Мен қайда білейін? Күлген сайын анау сақалы, тоқал ешкінің құйрығынша шашаң етеді. 200 мың теңге деп таяқпен басыма салып қалды. Көрген күні құрсын бедік. Сонда айдалада Кекілбайдың қызы үшін ба? Айдалада Кекілбайдың қызына не пайда сендер? Соны айтам ғой. Мен бір үлкен бір нәрсеге ұрысып қалған екен десем, болмайтын нәрсеге бұл апа көке ұялмайсыздар ма? Ойбай, сумай сен де келдің ғой, жаңа болмайтын нәрселер үшін. Ажырасам деп. Осы әйел деген бар ғой, күйеуі жұмысқа кеткенде шығарып салып, күтіп алып тұрса ғой. 12 бөлмелі үйім бар, қай бөлмеде жүрген таппайсың да. Әйелім ғой, үйленген кезде 35 кило еді, қазір 105 кило болды. Аппетиті жақсы, қазір көресіздер ғой. Айым тора! Мынау ғой. Келетіңіз ғой, не болсыншы байқылып? Немене бәле киіп ағасын, не анау? Жабана кіндігіңді. Моды ғой кәз. Моды болады қарым бар, моды болмайды қарым бар ғой, айналайын, оу. Қарасай өзіңе. Менгі модный қарым ғой. Атаң басы модный қарым. Ашыған қамыр ұқсап тұр ғой бүйті. Не жаңалық дегенде, ал не бітірдіңдер? Мен деген азында 6 тұрам ерде. Кешке дейін жүрем, енем жұмысқа тұратын, күйеуім жұмысқа шығып, балдардың бәрін сәлке фықылақтап тайып. Одан кейін не істейін десе, ана агордың бәрі шуылдап жүрем да. Балалардың бәрі жоқ тайып, банк жаққан, комод жаққан арасында вино да жауып жүрмек. Еще арасында деген сиырды салып, творог жасап тайсың ғой. Сенің үйіңде сиыр бар ма не? Жоқ, сиыр жоқ. Сәлемдеп маған көзбе әдеп көтіп. Не болды қызым, әбіршіп кетіпсің ғой ағаңыз. Мен тағам жақпаймын мама. Асылым ерте 12-де тұрамын. Тамағым кетпесе де жақпай, тәтті болса да жақпай. Білмеймін оларға. Енем бейт жүрсем тұрсап та жүрек. Атамын әкел деп бақырып. Қайненім тілеп. Сен өсек деп. Бәрі шыныма деді. Апысын мен енемізді бір бап мен өсек дейді. Точно мен өсек дейді. Ағында қызғанып жүр әдем басалармен. Амансыңдар ма? Не істеп жатсыздар? Қызым, не қылып жүрсің? Кеше ғана біздің үйге келдің ғой. Не қылып жүрсің деймін, жұмбақ. Бүгін бардым да, енемді алдым, суладым да, баламды беріп кеттім да, жұмысқа бардым, 5 содержание алдым. Кешке дейін ұйықтап алайыншы деп шештім. Мен будильникке қойып қоямын, 5-те оятып жүрсем деп отырмын. Кеше ғана ұйықтадың ғой. Кеше ғана ұйықтап кеттің ғой. Ұйықтадың ба? Балам ұйықтатқан жоқ қой, көрдің ба? 5 сағат қана ұйықтадым. Болмайды ол. Қалайсыңдар, мамайын осы ұйқан ет дайын қалай болып жатыр? Сосын құлаққа шеріп, коляны қосасыңдар ма? Білде жоқ, коляны қосам бір немен құтылып кетеді я жаңағы костюм жалған. Одан да өзім барайын бір алдын сақинап сап тақып кетпейін ба? Білде жоқ, мамам екеумізді қоссақ болмай ма? Ама тез кіріп шығуға керек. Кеше ана саған пауғалатынды беріп едім, соны қайттан берші енем қырғын шығарып іздеп жатыр. Айттым мен саған сол үйден, еш нәрсе тасыма деді. Қақтан білейін білмей қалады шығар деп ойладық. Шыма бірақ мен пауғалатында айрамайды шығар деп ойладық. Біледі екен сөйтем. Сосын сосын мама кеше деген мынау стористе келмеген көрдім. Суммару деген басып, соны бір бақ берші.
ойланып бара сакричный кетіп қалды. Мен сен аяғыңа туфли киіп жібердің ғой, немене кроссовка киіп кетесің? Тесттен шықтым ғой, күйеуге шамам келмеді. Шаршып кеттім ғой, мама, Әкеш не бер, тақтақ. Құдай-ай, құдай-ай. Bitken sabahın şişesi. Aman. Gitti de mi? Şarşı. Gitti. Azında 8:30'da gittim. Keşke 8:30'da bıraktım. Mama. Mama Men üniversitede оқып жатырмын, мектепте оқып. Ал енді тоқтай тұрмын да. Не көрсетесіңдер, қандай нелерің бар? Біздікі ма? Иә. Қыз жібек көрген фильмі. Трагедия и классика. Не дейді? Қыз жібек көрген фильмі. Трагедия классика. 2 сағат кино көреміз сонда қазір? Жоқ. Біз кесіп 15 минутқа сыйдырғанбыз. Нені кес? Киноны кесіп қысқартқанбыз да, андай орысшасы не дейді? Орысшасы. Тілім келмей жатыр менің. Фотомонтаж. Жоқ, фотомонтаж емес. Фантомас. Жоқ. Не фантомас кино ғой. Андай не? Не қысқартады ғой? Болды, қысқа қысқа метражды. Иә. Аты не дедіңдер жаңа? Қыз жібек көрген фильмі, трагедия. Сендер қыз жібектен басқа жоқ па сендер? Трагедия ғой. Өмірдегі болса қыз жібек әкеледі екенсіңдер бақтар. Трагедия ғой. Трагедия болса кетейін. Қыз жібекті көрсете бересіңдер. Аяқ жанды жылайсыз.